Подсолнух, комфорт и уют в каждый дом. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, хабарымызды көруге шақырамыз. Морей кестесі Морей аудандағы негізгі қолөнер бұйымдарының бірі. Морей кестесінің тарихы ұзақ. Морей ауданы соны 1981 жылдардың өзінде кестешілік зауытын құрып, өнімдерін шетелге дейін шығарып, Морей кестесін дамытудың тамаша негізін қалады, әрі күні бүгінге дейін талықпай жалғастырып келеді. Біз бүгінгі телеталқымызды бастаудан ілгері Морей кестесінің кешегі тарихына үңілгеніміз жөн сияқты. Олай болса, қанекей бірлікте телебаянға назар салайық, экранға қараңыздар. Құрметті көрермен, біз Морей ауданына тілшілік сапармен ат басын бұрғанымызда, осында ұзақ жыл кестешілікпен шұғылданған, сонау 80-ші жылдардың басында Морей ауданының кестенелері Жапония сынды елдерге сатылғанда, сол кездің өзінде осы кестешілікпен шұғылданып, осы Морей кестесінің алыс жуыққа танылуына өзіндік үлесін қосқан шеберлердің бірі Сарақан апайымыз бар дегенде естіп, осы үйге келіп отырған жайымыз бар. Ендеше Морей кестесінің кешегі тарихы қалай еді? Сонау 80-ші жылдардың өзінде кесте тіккен кезде бұл кісілер қандай бір жапа машақаттарды бастан кешті. Осы қазақтың ою өрнек, осы кесте мәдениетінде, яғни осы Морей кестесінің қазіргі даму жағдайы қалай, бұрынға қарағанда өзгерістер бар ма? Қанекей біз енді осы кісімен әңгімелесіп көрейік. 80-ші жылдарда бұрынғы кестенің тамтығы ғана қалды ғой. Енді 80-ші жылдан кейін, кесте басталғаннан кейін өзгерістер бар. Ол кезде үлгілерінде жиды. Тіккен адамдарда болды ұйымдастырып. Ол кезде Жапонияға бір түскейгіз қажет болып, осы шырыштайтын. Соны тіктім. Оның кейін көбінде бізбен шұғылдандым. Тігіп, қиюлап, бірақ ұстай салатынға балып кетті. Мінекей бала кезімнен бастап осы кестешілігімен шұғылданып келе жатырмын, осы өнерді өнер етіп ұстанып келем деп отырсыз. Сонда осы кестеміздің ою өрнек болсын, түр жағында болсын, қазіргенде өзгеріс бар ма, жоғалтып алған тұстарымыз бар ма осы? Әзір бұл енді шырышты тіккен адам жоқ. Бұл енді бір мезет халық балдық көне деді, әзір жалпалам енді осыны тіккен жоқ. Оны түскей күздейді, бала шағаға жасау қылады, екі түрлі нәрседен тігіп шығады осыны. Көші-қон кезінде бірі қазақ жылылық істеген. Кигіз үй ғой о заманда. Көшпелі болды. Сол уақытта мынаны кигізге қаптай екен, мұнан жалаң чүпірік істетпейді екен. Ол уақытта сауда жоқ. Әр нәрсенің жабылығы да жоқ. Сондықтан мұнаны бала шағаға жасау ретінде жасап келген. Әзір бұл енді тігетіндер көп жоқ. Біз кестеге айланып кетті, біз кестенің зауаты шықты. Сондықтан енді бәріміз де бұны қумадық. Енді осы көне мұрада бұрын жарғақ деген нәрсе болыпты, саршалбар деген нәрселер болыпты, бұның бояуы, тігуі. Енді дәл өзім тіккем жоқ, бірақ үйімде бар болатын. Жарғақ деген нәрсені ешкі терісіне жидітіп тігеді екен. Малмаға сап, оны бояп, бояғанда бояумен боямайды екен, шүкір деген шөптің түмімен бояды екен, қоңыр сары болады екен. Оны әптен ұйқалап болғаннан кейін жылқы майын жағып күнге. Соның кейін кестесін тігіп алғаннан кейін сол жылқы майын жағып күнге кептіріп сүйіп тігеді екен. Бұл кестені бір мезет бірақ тастап кетті ғой. Осы өкімет ұйыстырып 80-ші жылдан бері қарайған еттікті кестені. Енді кестенің бұрынға қарағанда әзір даму жағдайы жақсы ғой. Жерден үлгі әкеп жатыр, өкіметте қолдап жатыр, қай жағынан да дамытты. Құрметті көрермендер, біздің бүгінгі телеталқымыздың негізгі арқауы осы Морей кестесі жайлы болғандықтан, әрине біз бүгін студиямызға 10 саусағынан өнер тамған шебер апайларымызды шақырып отырмыз. Яғни Морей аудандағы кесте шеберлерін техникалық жақтан тәрбиелеу қызмет кеңсесінің жетекшісі, Морей аудандағы кестешіліктің негізін қалаушылардың бірі Гүлназ Жанымқанқызы және Морей аудандағы Нұр Жұлдыз кестешілік кооперативінің жауаптысы Смер әйел Нұрбағы Байтоллақызы. Қош келдіңіздер.
әлгіндегі телебаянды өздеріңіз де көріп өттіңіздер. Мори ауданының кешегі тарихы жайлы кестешілермен болған сұхбатты бірлікте тыңдадық. Енді мынау Мори ауданы соны 1981 жылдардың өзінде кестешілік зауытын құрған екен. Ал енді екеулеріңіз де осы Мори кестесінің негізін салушылардың бірісіздер. Сондықтан да осы Мори кестесінің даму жолдары, кемелдену жолдары сіздерге әбден қанық. Енді әңгімені ары қарай жалғай отырсаңыздар. Мори кестесі жөнінен алып айтқанда арасында өте тарих ұзақ. Анау 81 жылы қазақ әйелдерінің отбасы ошақ қасындағы осы кестешілік бұйымдарын алғаш осы базарға ұйыстыруда, осы Морида алғашқы бір Жапонияға шығарған қазақ кигіз үй болды. Осы қазақ кигіз үйін әшекейлеп жасау барысында Санжы облыстық сыртқы сауда бірлестігі Мори аудандық сыртқы сауда бірлестігіне бір қазақ кигіз үйін әшекейлеп жасап беруді міндеттейді. Осы Мори аудандық сыртқы сауда бірлестігінде Саудолла деген ағамыз болған, осы кісі осы қазақ кигіз үйін жасауды менің шешеме міндеттейді. Мен шешем жанына бір қаншалаған әйелдерді алып, осы қазақ кигіз үйін жасайды. Ол енді қазақ кигіз үйінде біздің қазақтың әрбір қолөнер нәрсесінің бәрі қамтылады ғой. Керегі жастардың төсек орны істетілетін, қарттар төсек орны істетілетін, тіпті керегі үйге салынатын бүтін бұйымдарынан тартып отырып, қазақ әйелдерінің бір соты шеберлігі, ерекшеліктерге әйгілейді. Енді осы кигіз үй жасалды. Сонда осындай үлкен міндетті сіздің шешеңізге жүктегеніне қарағанда шешеңіз де шебер кісі болды ғой? Енді шешем енді өз ауылында еліндегі шебер болған. Сонымен осы қазақтың кигіз үйінің дүмпу барысында осы Моридің кестешілік деген нәрсе еске алынды. Сонымен отырып біздің Мори ауданында бір мәке тоқыма зауыты бар еді. Осы зауытқа қосымша осы қазақ кестешілігін алып жүруді жоспарлайды. 87 жылы автоном районында сыртқы сауда бірлестігі арқылы Жапонияда осы қазақ кестешілік ұсақ саяхат бұйымының тоқтам болды. Сонымен отырып олар барса, бұның бәрі машинамен тігілген дейді. Машинамен тігілген дегеннен кейін нақ майданда өнер көрсететін адам қажет деді. Кетіп бір ай уақыт Жапонияда болды. Жапонияда нақ майданда өнер көрсетіп деген сияқты олар адамда неше жылының тоқтам болды кестешілікпен. Сонымен біздің бұл Моридің кестесі әубәкір осы Жапонияда ерекше қарсы алуға ие болды. Базарда ерекше жақсы болды. Біздің Мори кестесінің бірден бір жоғарғы бір көтерілуін осындай бір шетелдіктердің құмарда жақсы көруінің арқасы болды. Мінекей әңгімеңізді тыңдап әсерленіп отырмыз. Қазіргі күні осы Мори кестесі десе әуелі сіздің атыңызда қос аталып жүр. Әрине бұл енді сіздің мынау бір жіп бір инеден көз майыңызды сарқа жұмсаған адал еңбегіңіздің арқасы. Енді кезіндегі мінекей төл шәкірттеріңіздің бірі болған, қасыңызда отырған Нұрбағы да бүгінгі күні Селбестік кооперативін құрып, өз алдына бір кәсіп жолын бастап та кеткен екен. Нұрбағы апеке, енді сіздің мынау Нұржұлдыз кестешілік кооперативі, соның жағдайын таныстыра отырсаңыз енді. 20-ның үстінде жұмысшым бар. Кооперативімнің мал-мүлкі енді 100 қанша мыңның үстінде мал-мүлкім бар. Жылдық кірісімдері де жақсы, 200 мыңның үстінде жылдық кіріс кіреді. Сонда қандай өнімдер өндіресіздер сіздер? Менен негізінен жасау төр көрпелер, түскүйгөз, және саяхат бұйымдары деген сияқты осындай енді бұйымдарды өндірем. Және осымен қатар енді оқушы тәрбиелеу де қосып алып жүріп келе жатырмын. Мысалы енді кейбір курсы ашып, осы кәсіптерге оқушы тәрбиелеп, осындай жұмыстар істеп келе жатырмын. Алда қандай жоспарларыңыз бар екен? Енді алда енді осы жоспарым енді осы қазақ кестесін негізінен осы енді бір жақсы бір енді басқа ұлт талғамайтын, басқа да ұлт алатын, басқа да ұлттың қажетіне жарайтын, осындай бір жақсы енді қазақ кестесін бір өреге көтерсем деген ойдамын енді. Бірақ енді кейбір қаржылай жағынан, я болмаса басқа да енді қиыншылықтар бар, енді оны да жеңіп отырып енді әрбір әйел адам енді әрбір әйел зат енді осы бізге енді кестеміз өзіміздің төл өнеріміз болғаннан кейін енді бұны енді негізінен осы сапа жағында ерекше жақсы қорғап, жақсы осын енді бір базарлықты енді тоқырамай базарға түсетіндей бір дәрежеге жеткізіп деп ойлаймын енді өзім. Нұрбағы апекеміздің әңгімесін естігенде де мынау енді кооперативтің жұмысын ары қарай жалғастыруда да талай қиыншылықтар сақталып отыр деп тұр. Яки бұл қиыншылық осы жалпы осы қазақ кестесін дамытудағы қиыншылық екен деп ойлаймын. Біздің жалпы аудан көлемімізде 43 жеке кооператив бар. Осы кестешілік кооперативіміздің 43 бар да, 4 үлкен серіктік бар. Енді бұларды істейтін жалпы біздің Мори ауданында
20 қанша мың қазақ бар. Осыда 5 мыңнан артық қазақ әйелі кестешілікпен шұғылданады. Негізгі кірісі осы кестешілік кәсібінен кіреді бұлардың. Өйткені біздің кедей шеткер ауданбыз, жер байлығымыз деген сияқты ол жақтың бәрінен тапшы болады. Сондықтан отырып бізде осы қолөнерменшілікпен шұғылданып отыр. Енді бұны көз ұстаған біздің енді аудан жағынан осы 2002 жылдар ма екен, сондай мөлшерде 1.300.000 кредиттен қаржы алып, қарыз. Бұның өсімін аудандық қазынадан көтерді. Сонымен отырып енді осы бір чама көрім болған кооперативтарға 100 мыңнан, 50 мыңнан деген сияқты осындай 2 жыл, 3 жылға өсімсіз қарыз таратып берді. Енді олар аралыққа жалғастыра отырып бізден және мына жоғары жақта нысандардан көптеп жүгіріп, аудан жағынан да мән беріп, бұл жағынан енді қатысты орын тарауларымыз енді осы жағынан көптеп атсалысты. Әр жылдарында біздің ауданда негізінен осы кестешілік көрмесі, кестешілік жарыс бәсеке қимылдары оздырылып отырады. Тек осы жарыстың өзіне 200 мыңнан артық қаржы жұмсайды. Әр түрдегі қолөнерменшілікті жарысқа салады. Осы арқылы біздің қазақта және жасырын жатқан қолөнерменшіліктерді алып шығу, сапалы өнімдерді өндіру деген сияқты осы жақта ерекше мән беріп отырады. Осы 2008 жылдан бастап мына немене біздің Мория ауданында кесте бақшасын құрды. Кесте бақшасын салды, бұған да енді көптеген қаржыдар жұмсады. Бұны енді үкімет жағынан мән беріп ерекше қазақи түс алған, тіпті қазақтың киіз үйлерін жасап отырып осындай бір қарағанда енді қазақтың бір кесте базарының белгісі енді ерекше. Айдынды Морияға барған адам енді осы біздің қазақ кестешілік бақшасын соқпай кетпейді. Сервистік кооперативтерінің қазіргі жағдай қандай, олардың өндіріп жатқан өнімдеріне біздің алармандарымыздың бағасы қандай? Осы жағында біздің тілшіміз Меймангүлде құлшыныстар жасаған болатын. Сол телебаянды бірlikte көрейік. Құрметті көрермен, мен қазір Мория аудандық қазақ кесте мәдениет бақшасына келіп отырмын. Мория ауданының қазақ кестесін дамытуға деген мән беруі мінекей осынау сәулетті үй құрылыстарынан ақ меймандалап жатқандай. Ендеше осы бақшаның құрылуы осындағы шеберлерімізге қандай бір қолайлықтар жаратты. Осы бақшаның ішінде халқымыздың қандай қасиетті қолөнер бұйымдары бар. Қанекей енді бірлікте осы бақша үшін тамашалап, ондағы қолөнер бұйымдарынан көз айдын болып, осы бақшаның нақтылы жағдайымен бірлікте танысайық. Енді осы шеберлеріміздің көбінде осы кесте бұйымдарын өздері жобалап, яғни қолмен сызып тігіп жататын көруші едік. Енді қазір болса, мінекей сіздердің мына шағын зауыттарыңызда негізінен кесте бұйымдарын негізінен машинамен тігеді екенсіздер. Енді осы машинамен тігудің енді қолмен кесте тігуге қарағанда қандай парықтары бар, бұның қандай абзалдықтары бар? Машинамен кесте тігу енді бұрынғы қолмен тігетін, ол жапалы сызады, оны тігеді. 1 метр пұлды тігіп шығу үшін ол жоқ дегенде 10 күн, 7-8 күн уақыт кететін. Қазір енді бірер сағатта осының 1 метр жері мынау түскүйгіздің жағасы енді. Соны бұрын бір түскүйгіздің жағасын бұрынғы әжелеріміз, апайларымыз бір күнде тігіп болатын. Қазір енді бұны бірер сағатта ғана тігіп болатын болды. Енді бұның екінші артықшылығы, бұның салған мүйіздері өте біркелкі түседі, екі жағы тең. Өйткені зауыт болғаннан кейін алдымен компьютерда жобалаймыз. Жобалап түсіргеннен кейін барып, мынау сол біркелкі түседі. Күніне сол мынадан неше жүз метрде тігіп шығуға болады. Енді бұның сапасы сол қолмен тіккенге, қолмен сызып жобалағанға ұқсас бола ма? Қолмен тіккенге жетпейді. Енді ол қолмен тіккеннен кейін ол ақырын істегеннен кейін ол сапасы жақсы болады. Ал енді мынаның бірде иінесі жоғары, не төмен болады, не жібі бос болып қалады, не жібі үзіліп қалады. Енді сондай жағдайларда енді бұда тарқатылу болады. Бұда кемшіліксіз, мына зауытпен шығарған кемшіліксіз болады деп айта алмаймыз. Азат аға, мінекей мынау кесте бақшасының ішіне көптеген кооперативтер құрылған екен. Әне солардың бірі осы Мерует кестешілік кооператив екен. Қарасам кооперативтеріңіз мейлі көлемі жағынан болсын, кәсіптендіріп отырған жастар жағынан болсын біршама көпті көрінеді. Енді қазіргі дейін осы қанша жасты кәсіптендіріп отырсыз? Қазіргі өнімдеріңіздің базар жағдайы қалай? Қазіргі енді біздің негізгі саяхат бұйымдарымен шұғылданамыз. Енді осы 2 жылдан бері бүкіл бірақ өзгертті. Өйткені әр ұлт алу үшін саяхат бұйымдарын шығармасақ болмайды екен. Сондықтан негізінен біз осы сомка, қапшық секілді нәрселерді негіз етеміз осы. Оның киім-кешек, балалардың киімі, той киімі деген секілді киімдерді шығарамыз. Саудамыз жақсы енді. Әр бөліміне
сатылады. Оның кейін Қазақстанда заказ қабылдаймыз көбінде. Ана сыртқы Монғолиянікі. Осы менің селф-студент қоғамда 27 адам бар. Енді сіздерге осы үкімет жағынан басқадай қолдау бар ма? Бар енді бізге көптеген мәнпағаттар берді. Мысалы үшін машина алу жағынан қолдау, машина алу жағынан мысалы завод алғанда бізге сол өзінің ана тиісті немесін берді, ақшасын берді. %70% ақшасын өкімет берді. Қалған %30% өзіміз қосып алғанбыз машина. Өзімде 200 қанша машина бар өзі. Ауылда да бар, осы жерде де бар осы. Мінекей мынау кесте бақшасының ішінде осында кесте тігіп кәсіптеніп жатыр екенсің. Енді өзің қазірге дейін қандай бұйымдар тіге аласың? Енді қазіргі кірістерің қалай? 3 жерге келгеннен бері 1 жылдың үстінде болып қалды. Сол балалардың ұлттық киімі, сүндет той жасаған кезде киетін, одан әйелдердікі, одан қыз балалар ұзатылатын кезде киетін сөкере, соның барлығын шығарамыз. Қазір сол негізінен саяхат бұйымдарына айланды. Сол қол сөмке, қапчық, одан кейін мойынға асатын әр түрі. Одан көзәйнек қап, соның барлығын шығарамыз. Жастық болса, мынадан 20 жұп. Енді қазір кірісіміз сол күнне сол 20-дай қапшық шығарсақ, бір айда сол 4000 үстінде аламыз. Мінекей телебаянды көріп өттік. Енді осы төл өнеріміз болған кестешілік өнері Мори ауданында дамып, кемелденіп, селбесті кооперативтерде көбейіпті. Қазір осы Мори кестесі Қазақстан, Қырғызстан елдеріне дейін шығарылып, базары кең өріс тапқан екен. Сонда осы байқап отырсақ, осы кестешілік Мори ауданындағы осы қыз-келіншектердің бір негізгі кіріс көзіне айналып қалғандай ма қалай? Солай, енді әзір негізінен қайсы бір үйге барсаңыз, бір кесте тігетін мәшіне немесе бір керекші кесте тігетін іліп тұрады. Ұлбалардан да тартып осы кестеге әуестенгендер бар. Бір жол бір қыстаққа сабақ өтіп барып тұрған кезімде, Мори ауданында бір қыстақта бір ұлбаланың кеп бірге тұрғанын көрем ғой, дәріс тыңдаған майданға келіп. Соны отырып, бұл бала өзі ойнап жүрген бала екен деп есік жауып шығып кетші әкесі деп қойсам, ол бала қайтадан есік жауып қойып қайта келіп тұрды. Соны әйелдер сыбырлайды, ой, ана бала да кесте тігеді деп. Соны өзім таң қаптым, бұл бала енді кесте тіксе, ол қандай қыз, өзі кішкене бала екен. Соны отырып әредік уақытында бұның үйіне бардым. Барсам сонда шешесі, ой, балаларыңыз кесте тігеді екен ғой десем, 3 бала, 3 жуан керекші керіп апты да. Шешесімен 3 жыл 3 керекші керіп қойып, шешесімен 4-өңде 4 жуан керекші керіп отыр. Соны әгідір отырып, чекмін артына қайырып тастап, бізерліп отырып, әгі балалар кесте деген қыз балалардан жапқан тігеді екен, бізге істедім. Соны отырып, әке, ой, не деген жақсы енді, бұл енді ұлбалар бекер көшеді, ойнап жүреді енді. Бош жүретін ұлбалар қаншама енді. Мынау не деген жақсы деп сөйтем, сонда әке шешесі айтып жатыр. Ойбой, бұл енді ел құсаған Алла маған қыз бермепті енді, ұл беріпті, ұл берсе де осы үлкен ұлдан бастап зорлап үйретіп ем, үлкен ұлға. 2-ші ұл оған еліктеді, 3-шісі өздігінен үйренді, сонымен осы 3 балам кесте тігеді. Өзімен 4 тігеміз, екеміз осы ай сайын осы баламенен бір семьяның кірісін айландырып отырамыз. Мына жеке кәсіпкерлердің кестесін алып, соны әкеп тігеді. Әйті үйімде ішпек жемектен қысылмаймын. Киім-кешекті балаларым өзін-өзі қамтайды деп сөйтті. Енді міне осындайдан енді отырып, бір-біріне еліктеген ер адамдардан да кесте тігетін, осы кестешілікпен шұғылданатындар да енді бар осы. Сонда отырып, бұл енді біздің қазақ әйелдеріміздің осы өнерге бір сотты құлшыныстары. Енді осы арқылы біздің енді көптеген семьяларымыздың кіріс қайнары деген сияқты енді осы кестешілікпен ауқаттанып отырғандар да бар шығар. Осы негізінен көбі %80% кестешілік кәсіппен ауқаттанады. Енді негізінен жалпы алғанда қазақ кестешілігінде ортақ есеп Морида сол 5000 адамның 1 жылдық кірістері бір төменнің айларасында болады. Операторына келіп тұрақты істеп отырған балалардың айлығы бір айда 3000-4000-ға шығады. Енді үйінде андасақ та біз енді заказ алып үйінде тігіп отырғандар енді негізінен 600-700 яннан ең төмен сондай болады. Жоқ дегенде. Жоқ дегендегісі. Қанекей, сізді әңгімені ары қарай жалғай отырмыз. Қол кесте негізінен енді сыртқы мына шетелден келген алармандардың өте қажетіне саятын нәрсе, осы қол кестені өте көп іздейді. Бұнда енді менің енді өзімнің жеке көзқарасым осы қазақ қол кестесін негізінен енді бір жоғары бір сапаға жеткізуіміз керек. Мысалы біздің туысқан ұлтымыз мына ханзу ұлтының суру кестесі, міне 4 үлкен кестенің бірі неше мың жылдық құлшыныс арқылы осындай дәрежеге көтерілген. Ал енді біздің біз кестемізде де сондай жіңішкелікпенен, осындай қажырлықпенен біздің сондай 100% болмаса бір 80%, %80% сол дәрежеге жеткізуге болады деп
мен өзім ойлаймын енді. Сонда енді ол дәрежеге жету үшін осы біз кестені түгелдей қолмен тігу қажет. Түгелдей қолмен тігілу керек. Мәшинеменен енді мына қолмен тігілгеннің жермен көктей farқы бар. Мәшине деген енді қандай дегенменен мәшине, оны әрқандай адам тігіп кетуіне болады. Мәшинемен кесте тіккеннің тығыздығы өте тығыз болғаннан кейін бұның тез жыртылып кету қуаты болады. Осы мори кестесін осы еліміз іші сыртындағы несі қылды бір қолөнер көрмелеріне қатынастырған екенсіздер. Сонда осындай көрмелерге қатынасу үшін де жаңағы біздің қолөнер бұйымдарымыз өте сапалы материалдарда, қолмен тігілген болу қажет етіледі ғой. Негізінен енді әзіргі мысалы ішкі өлкелерде болсын, қай жерде осы кесте көрмелер бәсекесі болады екен, сонда сөзсіз қолмен істелген нәрсені шарт етеді. Өйткені мәшинелеу кестері әрбір ұлтта бар. Енді біздің қазақ кестесінен алып айтқанда кестенің түрі 12-ге жетеді. Біз өзі әзір осы бұрынғы тұрмыста. Енді осының бәрі де мәшинеге түседі. Бұнда бір ғана кесте мәшинеге түсу біршама қиын бола ма екен деймін, ондай мәшинемен тігілген нәрсені де көре алмадық. Енді басқа кестенің түрінің көп сандысы мәшинеде тігіледі. Енді бір жылдары осы мына Қазақстаннан осы кестешілік зерттеу, осы қазақтың өзі қолөнершілігін зерттеуден бір 4-5 адам кепті. Олар Қазақстан ғылым академиясы зерттеу қоғамының адамдары екен. Сонда ол кісілер келген кезде бұлар Монғолиямен айланып, осы бүтін Алтай Сауырдан айланып біздің Мориға барған екен. Сол кезде кісілерден отырып, енді бұлар көбінде біз енді қазақтың осы кесте дүниесі, мәдениеті құрып жоғалып кетті. Енді біз жаңа туылған баладай басынан жаңа түсіп келе жатырмыз. Сіздер осы қазақтың дәстүрін жоғалтпапсыздар. Тек осы кестенің түрлеріне келді ғой. Кестеде өзі неше түрлі түр бар дегеннен кейін сонда отырып енді кестенің әрбір түрін айырып түсіндірдік. Сонда отырып енді біз енді көшпелі дәуірлерде мүмкін енді мысалы канва дейміз айқыш кестелерді. Енді бұны канвамыз ханзу тілінде шызышу деп жүргеніміз сол канва ғой. Бірақ бұл канва деген сөздің орыс тілді айқыш деген сөзге жатады деді әкістер. Сонда сіздер бұны қалайша бұл осы атты қойып алдыңыздар дейді ғой. Енді біз енді көшпелі дәуірде мүмкін бір-біріне мәдениет қабылдаған болуы мүмкін. Енді ішқып бізде әзір осы қазақ кестесінде осыны қолданылып келе жатыр. Құрметті көрермен, мен қазір мінекей кесте бақшасының ішінде тұрмын. Бұл кесте бақшасы сондай сәулетті салынған екен. Көркемдігі көздің жауын алатын мінекей кесте бұйымдары қойылыпты. Сондай-ақ халқымыздың бұрынғы батырларының суреттері, сондай-ақ Моридің көркем көріністері, өрнектелген тамаша көрініс суреттері де қойылған екен. Енді осы көрме орны қашан салынды? Осы көрме орнының салынуы осындағы шеберлерге қандай бір тиімділіктер жаратты? Қанекей біз енді осы мазмұндар жөнінде аялдап көрелік. Енді бұл кесте биыл құрылған бақшасы, бұның ішінде 20 түрлі кооперативтің әкелген нәрселері бар. Оның ішінде дүзғанша түрлі нәрсе бар. Мәселен, үйге ілетін тұмар, мыналар енді сағат, әрқандай домбыра, кәнуа деп қоямыз ғой енді. Сол кәнуа, одан әрбір ұлылардың ресімдері бар. Мынау су жуу кестесі деп қоямыз. Енді заводпен де тігіп жатыр, қолмен де тігіп жатыр. Бұларға сол әрқандай тиімділік. Енді әрбір кесте орнын әрбір күйтеді өкімет бекер ақысыз беріп отыр. Әрбір жекелерге ақысыз беріп отыр. Барлығы әкеп өш жерге нәрселерін тізіп жатыр. Әжелеріміздің кимешек чылаушы, жастық, тақиялар, әрбір қапчық деген секілді, саяхатшылар алатын қапчық, сомка секілді бәрі қолмен істеп жатыр. Енді бәрі қолмен шығарып жатқан. Мынада кигіз үй кішкене бәрінде қолмен жасап жатыр. Бұл да қолмен жасаған. Мына өзіміздің саба қазақи. Ішінде піспегі бар. Сол саба. Мұндай. Мына ойындағы чай қалта, тұз қалта, аяқ қап деп қоямыз қазақи. Осыған осы көргізбеге қойылған бұйымдардың барлығы сатыла ма? Осы көргізбеге қойылған бұйымдардың барлығы сатылады. Біз осыған қарап сатылғанын сатып тұрамыз. Осы екі мереке байланысымен немене қылғанда сырттан келген саяхатшылар ерекше алып, ерекше қызғынды немене болды. Саудамыз да жақсы болды. Бақшаның салынуы сіздер секілді осы кестешілікпен шұғылданатын кәсіпкерлер үшін қандай бір тиімдіктер жаратты деп қарайсыз? Біз әйелдер үшін өте тиімді. Бұл барыста біз көптеген отбасы әйелдер жұмыссыз отырған, жұмыс айлық кірісі жоқ әйелдер үшін бізге өте тиімді болды. Неге десең, біз өзіміз өндірген нәрсені өзіміз базарға сала алдық. Ал енді бұл бақшадағы кестенің, осы бақшаның ең бізге тиімділігі не дегенде, мына орынның бәрі өте немене, пұлсыз бізге ешқандай ақы алмайды.
аудандық партком, халық үкіметі бізге деген көптеген абзал саясаттар шығарып берді. Неге де біз қаржылай жағынан болсын сүйемелдеді, басқалай жағынан болса да көптеген бізге тиімділікті қолға келтірдік. Енді осы өнерімізді осы заманға сай дамыту, яғни енді өзге ұлт, өзге өңірлердегі халықтың да мынандай сүйіп тұтынатын бір бұйымдарына айналдыру үшін біз әлі де қай жақтардан құлшынғанымыз жөн сияқты. Енді бұл жағында біз осы тек қана өзіміздің осы қазақтық тұрмысындағы нәрселерге ғана үйсіп алмауымыз керек. Шетелдердегі саяхатшылардың әрбір немелер осы сырттан келген қонақтардың бір Морияға келгенде естелік бұйым ретінде алып кету үшін саяхат бұйымдарын көптеп өндіруіміз керек болып отыр. Өйткені біздің әзіргі ауданымызда ең тапшы болып тұрған саяхат бұйымы. Басқа қазақтық тұрмыстағы бұйымдардың әрқайсысы табылады. Мәселен, сіз өзіңіз енді осы саяхат естелік бұйымдарын сатып, саудалап, ішкеріге де тіпті анау Жапония еліне де барған екенсіз. Сонда қай түрдегі қандай өнімдер осы саяхат естелік бұйымдарына жарайды, қандай өнімдерді көптеп өндірген жөн? Негізінен алып жүруге қолайлы кішкене заттар болу керек. Мәселен, ақша салатын қапшықтар кішкене. Оны әдемілеп оюлайсыз. Оның бетіне түскен әшекей өрнегіміз, оның құрастыруларының барлығы кемелді, жақсы болу керек, сапалы. Онан кейін, мысалы, жеңіл-желпі кәзекей сияқты нәрселер болу керек. Ол енді кейбір адамдар Шинжаңға келгеннен кейін Шинжаңдағы аз ұлттардың киім-кешектеріне қарап, оны да өз қажетіне жарап алып жатады. Енді осы негізінен ұсақ нәрсе болу керек. Ұсақ саяхат, сөмке сияқты бұйымдар негізінен осы жақтағыдар өндіру керек. Енді бізде әзірге енді осы жағынан кемелдене алмай отырмыз. Басты мәселе бізде осы. Өйткені енді мен әрдайым айтып отырамын, мына кесте тігетін мәшинелер алып жатады. Ол кесте тігетін мәшинені ала бергенше, бір бөлім кесте тігетін мәшине алғанша, енді бір бөлімдерін ұсақ осы саяхат бұйымдарын мәнерлейтін. Мысалы, сөмке болса, сөмкелердің қысып қалыптар болады. Оларды соншалық қалыпқа түсіріп отырып тігетін аспаптар қажет. Сіз қанша әшекейлеп жасап тігіп кестеңіз әдемі болғанмен, оны құрастыру сапаңыз төмен болса, ол да сіздің толымды саяхат бұйымына жарамай қалады. Сондықтан осы жақта бір қорапта болған заттар болу керек. Бұл Шинжаң күйінше осы саяхат бұйымдар, ұлттық саяхат бұйымдар өте тапшы. Менше болғанда жоқ десек де болады негізінен. Жоқтың қасында негізінен. Бұның енді арғы неменесі, бұл енді негізінен енді бұны құрастыру, техник жағынан кемшіл өте. Сол үшін осы жағына көмектесуді, осы жағына қаржы жұмсауды өте телім. Бұл жағында енді біз ең қажетіне киім-кешек мәнерлеу. Саяхат бұйымдарын мәнерлеу. Осы жағындағы киім-кешек деген тұрмыстық киімдер ғой. Тұрмыстық киімдер ғой. Тұрмыстық киім болғанда да енді біздің қазақтың киім-кешектері көп қой. Қазақ киім түрлері көп, жасына қарай болады. Мысалы, енді жастар қандай киім кию керек, орта жастағылар қандай киім керек, ол енді кәрілер қандай киім керек, енді ол киімнің түрі көп бізде. Бірақ біздің осындай қазақи оюлармен кестеленген тұрмыстық бұйымдарға алармандардың қажеті өте көп екен деп ойлаймын. Мәселен, жүргізуші болған біздің өзімізде осы базардан осы сұхбатқа, хабарға киетін киімді тақпай әлек болып жатамыз. Енді мәселен осындай тұрмыстық бұйымдарды да көптеп өндіру керек сияқты. Сонда бұл енді осы нәрсе ең қажет бұйым өндіруге. Өйткені біздің енді кестен тігіп шықса, оны әшекейлеп отырып, соны нақышына келтіріп отырып, бір киім шықпағаннан кейін адамда бір рет киіп көріп жараспағаннан кейін қойып тастайды. Бізде қазақтың киімі ең мәдениетті, ең көркем. Өйткені ол біз кесте бірақ әлем-жәлем бірақ кестелеп алуға да келмейді. Өйткені бір ер адамдардың киімі болса, бүттін бастан ақырын шекін бірақ үлкен-үлкен кестемен кестелеп тастайды. Енді бұл ер адамдарға лайықты киім-кешектердің өзін қай түрі, тіпті жайшылықта киіп жүре беруге де болатын киімдер болу керек. Әйел адамдар болса да өзінің жас шектемесіне қарай кию керек. Осы мына ешеушеянда бір киім маман екен, маған айтып жатыр. Осы Гүлназ, сендердің осы бүтін үстілерің кесте бола ма? Сендерде бір табиғи бір киім-кешек болмай ма деп бір жер бір қимылдамаған сөйтіпсің ғой. Сіздердің бүтін бірақ бастан ақырына шейін бірақ кестелеп алып киесіздер. Оларыңыз не? Өз қоғамда да киіп жүретін, осындай киім жасасаңдар болмай ма дейді. Әптеп тұра ғой енді отырып. Бір жағынан ұялдым, сондай болса да өзіміздің әлі де бір кемшіл киім-кешек жағынан дегенде түсінігіміздің әлі де шалғай жатқандығынан дерек беріп отыр. Қазақтың енді осы байырғы мәдениетін біз ұрпақтан ұрпаққа дұрыс нақ өзін осындай жеткізіп қалдыруымыз керек.
осы қасиетті өнерімізге болған күйінішпен, әрі сүйінішпен өз ойларыңызды ортаға салып өттіңіздер. Енді осы қасиетті өнерімізді ұлағаттап, зерттеп, зерделеп, өздеріңізге де, өзгеге де игілік жаратқан еңбектеріңіз жана берсін деп тілейміз. Рахмет сіздерге. Рахмет сіздерге. Әке көрген оқ жонар, шеше көрген томпішер дегендей, ата салт асыл дәстүрімізді ардақтау баршамыздың борышымыз. Біз осы заманға мәдениетті жетекші етіп, ұлт мұрасын мұрағаттай білсек, әлі де талай дәстүрлі өнерлеріміз биік белестерден жақұттай жарқырайтын болады. Жарайды, құрметті көрермендер, хабар аяқталды. Келесі бейсенбі жүздескенше сау болыңыздар.